мен үшін қолыма кигізген наручник маған қиын болған жоқ. Бірақ ана балаларымның айқайлап жатқан дауысы, балаларымнан айырылу қиын болды. Балаларың көзін шалып кетті ма? Иә. Мен машинадан түстім. Мен айтып тұрмын, балаларды алып кет деп. Бірақ балаларды алып кетіп үлгере алмай жатыр, өйткені балалар жылап жатыр да, менен кеткілері келмей жатыр. Олар да сезіп тұр ғой енді. Күткен жоқ балалардың кіріп кеткенін. Балалар кіріп кетсін деп көріп тұр мен, ол процестің бәрі болатын. Сөйтіп балаларым айқайлап жатыр. Балаларымды алып кетті. Сол кездегі сәт ананың баласынан айырылуы осы екен ғой дедім мен. Оның алдында мысалы қызым шетінеген кезде де андай оны қабылдадым мен, қызым шетінегенін ше. Бірақ мына кездегі нені қабылдай алмадым, өйткені балаларымның бәлкім сол кездегі айғайлап жылап жатқандығы шығар. Сол күні Астана қатты суық болып тұрды ше. Өте қатты боран болып сондай болды. Менің өмірімде де сол боран сол күні келді. Бардым. Болды, қамалдым.